keyingi şeberim, janaki jan жүрегім. Самғасам күш қуат демегім, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға, ызғарға, алыбым асқар тауым. Жанаке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құнына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғаным. Жетеді мен үшін жан әке, сізде ақ болғаным. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Günü bizim papamız tuğlanla 100 yıl oldu. Sıvalanlar bu şeyde takımlara hasbeye bakımız bu şeyde bizim atanamız bir zemdes bolgan, hizmetdes bolgan Balqaştın arda bir otur. Tuğan tuğustar, kudalar, Rahman мен Күлайдың ұрпақтары бәрі осы жерде жиналып отыр. Енді қазір құран бағышталады. Оның алдында мен кішкене сол кісінің өмірбаяны туралы бір-екі сөз айтып кетейін. Ол кісі 1922 жылы 5 май күні осы Балқаш өңірі 10 ауылында дүниеге келген. 10 жасында әкесі қайтыс болды. 8 бітіргеннен кейін мынау еңбек жолын Балқаш шұғыл комбинатында бастады. Соғыс басталғанда 41 жылғы декабрь айында әскерге шақырылып, мынау Ақмолада кіші командирлер дайындайтын мектепті өткеннен кейін 42 жылы көктемінде Харков түбінде ұрысқа кірісті. Содан Украина жерін, Болгария, Румыния, Австрия жерлерін азат етуге атсалысты. Жеңіс күнін Австрияның Вена қаласында қарсы алды. Содан 45 жылы мынау Западный Украина дейді, сол жаққа шекара күзетіне ауыстырылды. Содан 45 жылдан 49 жылға шейін
сол шекара күзетінде қызмет етті. 49 жылы аман есен үйге қайтып, мына біздің мамамыз Күләй екеуі семья құрды, одан 6 бала туды. Өкініштісі сол балалардың үлкеніміз Гүлсара 2001 жылы Бақиға аттанды, осы жерде дәрмен болып істейтін. Мамамыз 1929 жылы дүниеге келді, 13 жасынан еңбекке араласып, содан балалар есейгенше үй қызметінде болды. Кейін мынау Балқаштың импортшив, фабрика импортшиві дейді, сонда бірінші болып пенсияға шыққан шейін, сонда бірінші болып жұмыс істеді. 2013 жылы ол кісі де қайтыс болды. Папамыздың ағасы Бейсенбек деген кісі, ол кісі де 42 жылы соғысқа аттанып, 44 жылы Калинин облысы, қазір Тверь облысы дейді, Пустошкин ауданы, Климова деревнясының азат еткен кезде, сол кезде ерлікпен қаза табады. Сол Изрикина деген деревняда жерленген екен, оны біз 2019 жылы мына архивті интернеттен көріп отырып, архивтен тауып алдық. Архив 2018 жылғана рассекретелген екен. Сондықтан енді біздің борышымыз бар, біздің балалардың борышы бар, сол кісінің басына барып, Балқаштың топырағына апарып салу біздің міндетіміз, борышымыз деп ойлаймыз. Қысқаша осы, енді сіздер осы асқа уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осы жерде әкеміз бен шешемізді көрген үлкен кісілер отыр. Сол кісілер енді бір-екі ауыз еске алатын шығар. Егер де кім науқан бағышталған деген сөйлеймін десе, микрофон береміз. Қазір енді Алданыш ағамызға сөз берейік, ол кісі құран бағыштайды. Жамағат, ағайын, туған туысқандар, алыстан келген ағайындар, осы жақыннан келген ағайындар, Алла тағаланың бүгін нәсібін жазған күн екен. Алланың бүгін Кембай балаларының бүгін немере шөберелерінің жиналып ас беріп жатқанына мыңда бір рахмет. Атын атап Құран оқытарымыздың өзі ақтараған бала шағалардың ол міндеті, артында бала қалсын. Ол түтінге, қыз күтімге деген ертеден келе жатқан бұл нақыл сөздердің бәрі бүгін міне осы балалардың арқасында Кембайлардың балаларының қайтыс болған әкелеріміз, шешелеріміздің бәрі жатқан жерлері жайылып, жандары жәннетте, тәндері рахатта, көрмеген көшесіне жарылқасын. Алла бір істеген, білмей істеген күнәларын бір Алла кешіре көр. Ля илаха иллаллаху алдаху, ля шарика лаху лахул мүлку, ва лахул хамдуллах, ва бала күлі шайын қадир. Я Алла, ол дұғада Алла өткен күнәларын, жасалған күнәларды Алла кешіре көр деген дұға.
ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك ارحم الراحمين. Bu duada Allah kabir azabına sattı Allah. Kabirde Allah kelgen berişlerge Allah Teala жеңілдік бер деп тілейтін дұға. Сондықтан ағайын туған туысқан бәріңізге мыңда бір рахмет. Жаңа бауырым Мұхтар айтты ғой, бәрімізге рахмет деп. Сондықтан енді Құран оқуға бәріміз қол жайайық. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من شر وسوء الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. ربنا إذا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الفاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. ربنا تقبل منك السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا Уважаемый ағайын туыстар, мен Рақаңның шәкірті боламын. Сол кісінің Әбжібұрақ Әділбеков Бекбергенов екеуінің келіп осындай жұмысқа тұрып деген ақылы деген осы бүгін күнге дейін жету келіп өтіп отыр. Сол кісілердің әруағының арқасында үйретпеден. Айтарым балаларында, ағайын туысқандарына бақытты болыңдар азаматтар. Осындай қазақы дәстүрді ары қарай жалғастырып отырғандарын, әкелеріңді естерін алып отырған біздерге сол кісінің тәрбиесін көруге үлкен қуаныш. Мен бір эпизодты айтып кетейін деп отырмын. Осында 70 жылдың басы Алматының партшколы бітіріп келгеннен кейін Жезқазған обкомында жұмыс істеп жатқанымда осы қаланың басшысы келіп қайтесің бұл Жезқазғанды кел ауылға елдегі алып келген болады. Енді жасыратын ештеңесі жоқ. Плохой солдат тот, который не мечтает стать генералом деген. Жас кезіміз, даже жоқ 30 жастамын. Бір жыл жүрдім, 2 жыл жүрдім, 3 жылға кеткенде, осы екі ақсақал, Рақан менен Бекбергенов келіп, кабинетіме келіп, шақырып, қараңыздаршы,
Сен қой бұл жерден. Мінезі кішкене шәлкестеп өт. Мына жұмысқа сен барсаң, не өзің кетесің? Сол болмас үшін парткомның секретары болып отырған Бекберген Бәтжімұрт Әділбекович, мен партия қызметтерінде осы парткомға жұмыс аламын, кейін кандидат болған Саракан дәл сол айтқанды жазып осы. Қалай мен оны ұмытамын? Бұл менің кітабымда да бар. Анау жерде кітапты асығып тастап кетіппін. Кешіріңіздер. Бұндай жерде кішкене толқын болады. Ондай болмасы мүмкін емес. Осыдан 17 жыл бұрын жазған кітабында да жаңағы екіншісінің артына үлкен мынау белгі қойып қойдым. Сол рахметімді білдірген болатынмын. Бала шағасы сендерге тілеген болған болатын. Бұл кісінің еңбегі жалғасы осындай 2 жарым адам тараған емес, елім деп жерім деп еңіріп еңбек еткен осы Балқаштың үлкен азаматтардың бірі. Кейде ойлайсың, осындай азаматтар анау ұлы отан соғысына қатынасқан. Осы Балқаштың сонау 40-50 жылдардан бастап еңбек еткен. Сол кісілердің аттары кейде аталмайды. Кейде бір қазақтың бір керегі жоқ. Аузы бесік болса да баймаласа сөйлесін дегендей көшенің атын әбін беріп жатамыз. Аңырап соғысқа қатынасқан Арымбек деген ақсақал Астровский көшесіне үйленбей тұрып орналасқан еді. Сол көше күні көше Астровский атында. Рахаңның атында көше бар ма? Жоқ. Бейсіктің атында 15 жасында болса қалаға келген көше бар ма? Жоқ. Құлақтарына қағыс рей жастар. Балқаштың келешегі сендердің қолдарында. Бұны айтып тастасаңдар, бұны іске асырмасаңдар, үндемей отыра берсеңдер. Не боласыңдар? Осы бір естерін алыңдаршы. Енді не айтамыз? Өмірді ғұмырлы болсын азамат. Елімде еңіріп кеткен, осы Балқашта тұрғызу ойынды еңбек сіңірген, ол кісінің артында қалған ұрпақтар сендерге амандық тілеймін. Басшыларға айтарым, ей басшылар, қайда жүрміз, қайда тұрмыз, қазақтың әдет-ғұрпын ұмытпайық. Осы құлақ-қарсы болсын сендерге. Түсініңдер соны. Бүгін барымыз ертең жоқпыз. Осыны айту менің міндетім болды. Неге? Жаңағы 2 ақсақал, біреуі ОЦСП-ның мүшесі болған. Ойпырай болсаңда кейде біреуді білмейді. Кешегі күндерін қайтыс болып кеткен анау Жолдасбай депутат болған. Сол кісілер Москвада шешілетін. Осы 2 кісі Балқаштың көп мәселесі шешті ғой. Ау жастар, осыны ойлаңдаршы сендер. ОЦСП-ге кім мүше болып барады? Қалай мүше болып барады? Бүкіл одақтық кәсіподақтар комитетіне мүше деген. Балқашта бір адам олар айтқан бай. Депутат болғанда СССР жоғарғы советіне Жолдасбай анау көліп кеткен. Осы азаматтарды естеріңді ала жүріңдер. Үлкенді сыйлаңдар, құрметтеңдер. Сендердің келешектерің бола берсін, бақытты бола беріңіздер деп отырып, мынау ұрпақтарына осы кітапта ол кісінің аты жазылған Рахманның ұрпақтарына жақсылармен жанасып жүр, жарлыларға қарасып жүр, шалқайдың мәнісін біл, ақ қараның арасын біл. Ал осы аман бол, сенің тілеуіңді сендер тілеулеріңді деп жүрген ақжырғызбен шыққан. Сендер де менің оқушым болғансыңдар. Аман болшы болған. Рахмет. Мына белге қойдым өзі көресің. Кешіресіңдер. Микрофон. Кешіріңіздер. Thank you.
жақсы материалдар жаһан туралы соғысқа қатысқан қайбір туған Құдай барған алқашта туып газетіменен алқаш кемеден университетінің тапсырылған жұмыс туралы үлкен бір семинар өтті. Бұл өте керемет тарихи нәрсе. Ана тұрасағыры, ана мостың жандағы. Сол өзі 80 жыл соңғы салдырған еді. Afgan партияның хатшысы қойып деген ақсыған маған кен самолетті неге көрсетіңдер деді. Мен айттым, қазір біздің балқаш соғысып жатыр самолет толып. Халықтың да соның еңбегінің арқасында. Сонда бұл кісінің еңбегін біреу біледі, біреу білмейді, бірақ халық алдында өзінің несін және сондай үлкен қызмет істесе де үлкен табиғи адамгершілік деп кішкене болады. Еш уақытта халықты одыраңдап мен бәлемді сөйлемейтін. Сонысымен-ақ бізді балдар алатын. Әлемнің артын өскен балдарын, мұқтар, өспей өткен балдардың барлығын білемін. Әкесінің азамат толды. Енді рақамның күрекіңнен екеуінің әруағына сендерді қолдайды деп ойлаймын. Мына ас беріп аттым. Бұл өте үлкен тарихи нәрсе. Ойымызға тұрып айтып жатырмыз, бірақ ол айтып отырады. Ол ас беретіндер көп қой. Бірақ оның ішінде сол жаңағыдай тұлғаландырылған жақсы көрінеді. Сондықтан рақамның еңбегі өте ерекше, әсіресе біздің қала үшін, сосын облыс үшін де көптеген еңбек етті. Осының адами қасиеті бәрімізге тәрбие болды, көрдік, үлгі алдық адам ретінде oluşturdu. Енді қазір көріп отырмыз, бұл сізге қатты жеңілдер болып істеді. Жақсы ниеттер, жақсы қылықтар бар адам. Сондықтан әкеңнің өткен жолын адамгершілік қасиетін сендерге берсін, ұрпағына берсін деп ойлаймын. Бақытты болыңдар әр уақытта. Жақсы тілекпен өзіміз еске алып айтып отырмыз. Осы мына Әзілағымыздың балқашта. Үлкен біз сайрап жатыр. Анау продуктерген салдырма соғысы бар. Ондай салдырма olsa оңашықпен берілмеді. Соның бәріне өз есебін тауып, еңбегіменен, беделіменен, әуелімен болды. Содай бір сендерге еттіресін. Бақыт тамам болыңдар, халық мамын болыңдар. Жақсы рахмет. Ағайындар, мені бүгін бір тамаша дастарханда отырмыз. Аға керек болғанда осы жерден жүжақпен тойды отырып. Ағайдың өзі өте бір ерекше адам болды. Адам болғанда да адам емес. Бүкіл халықты қатты сыйлап, өзі қатты солар құрметтеп отырды. Мені сол дастархан басында жиналған уақытта бас жайында әңгіме болатын болса, ол кісі онан сайын көтеріп, мынаны сөйлейді. Менің басымдағы шапканың астында Күләй не бар екенін білмей қалды деп сөйлейді. Не бар екенін білмей қалды дейді. Өйткені әр жақта шаш жоқ қой. Мен содан кейін қазір көздер бақырайып қараймын. Ал екінші бір ағайын болды біздің Кенбаев айтпай деген. Ол кісі бас жайында әңгімеге келген уақытта қызарып, ашуланып, керемет болып, ой, тұтқа-талқа болады. Алақа қосымшаны қойған сайын айтып өзі көздеріп отырады. Мені сөйткен ағаның балапандары өсіп, Мұхтар мен Мұрат қарап тұрсам, екеу тура әкесінің өзі сияқты. Ал енді болады, бойы да өспеген, өзі де кішкентай неге бұлай десем, ол шынды мамасын тапқан екен ғой. Сондықтан балапандар, сендер әр уақытта ағаларыңның, әкелерің осы құрметтеген құрметін әрі қарата жалғастыра беріңдер. Жастарың ұзақ болсын, дендерің сау болсын, балапандарыңды өсіріп, өркіндеп,
Her vakitte tek kına kızıp konuş gözleri batırkanlarda olsun, marhumların çakı jirjaylı imanlı olsun, ardındağı balkonların tek kına konuşların kızıptan sol jayını şeklinde çata versin, ayıp kabul olsun diyeyim. Aynaların kavun Rekim özgürce adam yedim. Dalay yıl 15 yılda bir upravliyede bir geçtiğin 14 yılın ben sekreter partkomun kursu, partkomun müşerisi sol şahsayların varlığını şaşırırken adamlardan biri Rekim. En birinci kazak 4 kuruşuna girgen, o geldiğinde Jagdayda 4 kuruş bol geçmişler. Direktör, kalkon, sekreteri, pravkom, sonsun sekreter komiteti komsomolda. Жаңағы бүгінгі күні орысша айтқанда народовласть деген сол кезде болған. Сондықтан осындай үлкен дастарханда еске алып жатқанда осындай өткен дүниеден үлкендерді есіме мынандай сөздер келеді. Өмірім менің, сүйем сені, қайтып келмес мезгілімде. Орысша айтқанда, жизнь моя, люблю тебя, невозвратное время мое деймін. Сондықтан не деуге болады? Өзгеше уақытта өткен адамдар бұл. Халық ойын ойлап, халық жағдайын ойлап, қаншама жағдай жасалынды халыққа. Осы кісілердің арқасында. Бұл кісілер интернационалистер. Профсоюз деген ол енді общественная организация. Халықтың қаншама халықтың жұрты бар Балқашта. Солардың барлығы профсоюзда болып, ауызбіршіліктері бір болған мезгіл еді. Сондықтан балдардың жағдайы, халықтың жағдайы, оның барлығы осы кісілердің қолында. Осы кісі достық дегенді сондай сыйлайтын адамдар деген. Осы 90-ына орай таласып сөйлесетін адамдардың бір емеспін. Сондықтан мен сөйлемей қалдым. Сондықтан қазір қыштап микрофонды беріп жатыр. Алдымен Мұхтар, рахмет, мұның бір саған айналайын. Сондықтан айтарым деді, осы кісілердің ізі құрмасын. Осы кісілердің істеген жағдайын бүгінгі күні халыққа ұмыттырғысы келтіріп жатқан мезгіл. Сондықтан не дейін айналайындар. Балдар, ұрпақтары, рахмат, кенбайымнан. Дастархандарыңыз әр уақытта жақсылыққа жайылсын. Елімізде бірлік болсын. Жарасты тірлік келсін бұрынғы. Сол жағдай, сол тілекпен мен осыны тоғарайын. Не десеңіз бұл кісіні қалай білгенімді мақала жазғаным сол кезінде. Сондықтан айналайын саған рахмет сөз бергенің. Buraya oturmanı bir söz akçısına sanılmayın. Hürmetli kavim, arkadaşlar, yanısında birge hizmettes bolan, meslekondes bolan, yoldes bolan, köprüden oldum. Sonra ıhlasların, ıhlasların sonraki vakit ötüsüydü. İsterine sağlıktan halk olsun der. Sonra neydi? Kozluk bir söz aytmakın жаңа енді ең бірінші Рахман Кенбаевич енді бұл осы Балқаштың орта қолдай
ең сыйлайтын адамдардың бірі болған. Ол бір. Екіншіден, жаңағы Хамза айтып кетті ғой, сол төрт бұрышта қолымызда болып, кішкене былай билікке қалған заман болған. Ол уақытта енді жаңағы төрттік ғана болды, ал басқасының бәрі басқа ұлттар болады. Енді сонда ойлаймын, сол кездегі біздің қазақтың жігіттерінің қызмет істеу, жұмыс істеу өте қиындау болған заман. Соның ішінде солармен айқасып жүріп, жұмысып жүріп, жағасын ұстап, сөзін өткізіп, жаңағы халық үшін жұмыс істеген адамның бірі Рахман Кенбаевич еді. Ол кісі үлкен кішкенше құрбас болып кететін, любой ситуациядан шығатын адам еді. Енді біз үлгі болатын адам еді. Былай айтқанда, жау басында айтып кеттім ғой енді, өз ұлттың бәрі үстін басқарған болған. Содан кейін кім Хамза, Бекбергенов, содан кейін біздің қазақтар келіп комбинатқа келе бастады. Ал енді біздің қалай қиын болғаны, біздің жас кезімізде қалай қиын болғаны бәрі біледі енді. Біздің мына балалық кезде еске түссе, мына рабочийдің балалары қаланың ішіне кіре алмаушы. Біріншіден қазақтар почти тұрмайды. Ал екіншіден орыстың балалары көп түгін жасайды. Қуып шығады, мына сіздерге демалуға шыға алмайтындай болған еді. Енді Құдайға шүкір, қазір тегіндігімізді алдық. Міне даже Конституцияны өзгертіп, қалағанымызды жасап тұрғанымыз, соның бәрін жасап жүрген халық. Енді бұл неге айтып тұрғаным, солардың ішінде жүріп Рахманның дауысы мида шығып жүретін еді. Осы қазақша да, орысша да жақсы сөйлейтін еді. Таким воспроизвел с поставленным голосом трибунада тұрғандай болып, қадап сөйлейтін. Ол кісінің манерасының өзі сөйлеу, халықтың алдында сөйлеу, трибунада тұрғанда сөйлеу, президиумда тұрғанда сөйлеу деген бір сондай үлгі алатын адамдар болған. Біз баламыз ғой, баламыз. Сол біздің өзіміз, мен сол кезде кабинетке жұмысқа түскенде ойлайтын тұғым. Осы адамға ұмтылу керек, ұқсау үшін де. Ол жалғыз мен емес шығар, сол кездегі адамдардың бәрі солай. Содан кейін профсоюз деген, қазіргі профсоюз не? Аты бар, өзі жоқ, аты жоқ общем. Кім бар, кім жоқ, ешкім етілмейді. Ал енді түкпей отыр. Жаңа сен айтқанда, қайдан айтқанда өтпеген жоқ. Енді мен ақырғы сөздерімді сол кісіге ұқсап қалсақ деп ойлаушы едім. Енді жаңағы тағы айттым ғой, профсоюз деген қазір оны бөліп атқан ештеңе жоқ, оны шешіп атқан ештеңесі жоқ, ешқандай жерге үн басып атқан ештеңесі жоқ. Ал ол заманда ақын жұмыс істегенде профсоюз бір нәрсе, профсоюз шешілмейді. Дағы ол сондай активный
жаңа оқысты мына біреу істеу керек, мынау менің обязанностьім емес деген болмайтын еді. Сол бәріне жүгіретін еді. Мәселен үшін профилактория салды. Соны күнде бар, бірақ Макетович әйтпесе маңайындағы жігіттер жіберіп, соны мына администрацияны қоса жаңа тексеріп жүретін. Дворецтің жұмысы осы жерде енді қазір мына жерде қаңқиып тұр, уызында түк жоқ. Ал бұл сол кезде баламыз жігіт кезімізде домбыра тартып өлең айтып осыны айналдырып жүретінбіз. Соның бәрін апикать етіп басқа жүретін профсоюз болады. Ал енді жаңағы айттым, көбейіп кішкене сөйлескен адам еді, бәріне түсіндіруді білетін еді, кешірімді болатын еді, қатты сұрауды білетін еді, требовательный дейді ғой орыстан. Сондай адам болып еді. Сол кездегі тағы да қайтып айтамын. Сол кездегі жастар ұқсаймын, ұқсасам деп айтатын еді. Сол арқасында мен де профсоюзда 2 жыл, 3 жыл істеп шыққаным қол астында, сол кісінің қол астында. Соны жаңағы трибунаға шығу, халықтың алдында сөйлеу деген секілді. Сондай жаңағы қатты талап қою білгені, соның бәрі әперіп кімге де болса кішкене ұшқын соғады. Ал енді бір айтатын болсақ, соның ол кісінің ұрпақтары өсіп өнді, мені пенсияға келіп қалды Мұхтар. Кейінді уже пенсияға шығып алды. Шал болды. Кешен қаншада екен, қазір шал болды. Ол өмірдің заңы, әкеңнің жақсы жолын әрі қарай бәріге жазсын солай жалғастыруда. Сол кісінің мінезі, сол кісінің еңбекқорлығы бәрі жұлсын болсын. Өсіп беріп, көбейе беріңдер. Беріп атқан қарым болсын деген. Кәукөрбектен көп сөйлеген жоқ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Teala'm marhumların жатқан жері жайлы болсын, иманды болсын, артындағы бала шағалары өсіп өркендеп өмірін жалғастыра берсін. Тек қана осында тырқында қызық қуаныштар келе берсін. Жақсылықта әрбір өмірді жалғастыра беріңдер. Аллаху акбар. Әмин, қабыл болсын. Ол кісі біздің бастығымыз болды. Мен ол кісінің бірнеше производствода істедім, одан кәсіподақ комитетінің төрағасы болып жұмыс істедім. Одан кейін профсоюзға келіп едік, кейінде уже әкесінің жолын қуған, Аллаға шүкір, Мұратпен кездесіп, жақсы бәріміз. Атан, анан, баласындай болып, бір-бірімізді сыйлап жүрдік. Ләйлі тәтенің қолынан да табақ, дәм тәтіп, талай дастархандас болған кісіміз, сол кісілерді өте әруағын сыйлаймын мен. Одан кейін Раялды да, Болатты да, Күләшті да бәрін білеміз өтіп. Жаңа әмір деп отыр ғой, иманды болу. Әмір де біздің қол астымызда жұмыс істеген. Күлсарамыз да иманды болуыр білетін едік. Бүгін міне беріп атқан астарын қабыл болсын. Жатқан жерлері жайлы болып, топырақтары тоқталы болсын. Міне артта қалған балалары, немерелері, шөбелері, ол кісі ұшып жеткен шығар деймін. Бәрі аман болып, бәріміз осындай жақсылықта кездесуге мүмкіншілік болсын. Бәрімізге тілейтін қана денсаулық, жақсылық болсын, беріп атқан астарын қабыл болсын. Құрметті қауым, алғашқы тумасын. Коренной житель Балхаша, который уже 90 лет. Да, 80 лет, 80 лет.
мен кішкентай папаммен Рахан сондай жан жолдас болды. Сол үйде сол үйде кішкентай бірімізбен бірге болады. Мен көрсеткен айдайын деген балаларға, балалар, сіздердей әке, сіздерден әулеттің ағасы, иесі табылмайды. Үйінде күләйдің, мен күледім. Мама, папа, чего вы ее так боитесь? Он дома все помогает, все ходит, все вместе, а потом этот томатный сок сам готовит. Всем раздает. Если Кляйда на него посмотрела, а? Не думайте. Только посмотрите, и стоило на него, и он знал, что ему что-то надо еще делать. Вот такое уважение в доме, своей семье, своим детям, человеку, который занимал такой огромный пост, который был везде. Я уже не говорю про Москву, везде и все. Про каждый келседе. Кететін алдында папама звондайды, мен ана жаққа. Я хочу сказать, вот это уважение к старшим, вот это уважение к своей супруге, к своей жене, к матери его детям, это пример для всех, кто здесь сидит, молодых. Не забывайте, мама – это глава семьи, хотя считается, что главой является мужчина. Если вы будете беречь маму, как берег ее Рахман Кенбаевич, я считаю, это самое лучшее, что может быть в жизни. Иманды болсын, жатқан жері жайлы болсын. Көре алмаған қызым балалардың бәрі көрсін, немерелері шөберелері. Дағдайдайын дегенім Күләй тәйтеге үлгі. Пусть будут многие женщины, и даже бабушки, как мы, похожи. Аз қабыл болсын, иманды болсын. Привлеку ваше внимание. Мне довелось поработать с Рахманом Кенбаевичем около 10 лет. Я пришла к нему молоденькой девчонкой в должности главного бухгалтера. Ну вот, вы не слышите? Ага. Я благодарна этому человеку за те знания, что он в меня вложил. Я благодарна ему за его отзывчивость, доброту. Это руководитель с большой буквы. Это человек, вот вы знаете, сейчас таких людей, наверное, и нет. Это от души я говорю. Так что спасибо. Начинала работать с Рахманом Кенбаевичем, закончила с Муратом Рахмановичем. Ушла на пенсию от него. Вот. Спасибо всей семье, пожалуйста, за таких детей от Рахмана Кенбаевича. Огромнейшее спасибо. Я его по сей день помню и буду долго-долго помнить, сколько буду. Бүгін Балқаш қаласының төрінде осы қалаға үлгілі болған ағамыз, атамыз Рахман Кенбайұлының асына жиналып отырмыз. Ол кісі тірі болса жүзге келер еді. Шынында да өтіп бара жатқан өмір, міне ұрпақтары жалғастырып жатыр. Жаңа ел сыйлайтын азаматтарымыз қаншама жақсы Қамза Серикович, Төлешбекович, Қалма атайымыз, Саржан ағамыз барлығы өзімен бірге қызметтес болған шәкірттер Алшы Мұрзалиевна жақсы көп сөздер айтып кетті. Біз жас болсақ та ол кісі бізге бас бола білді. Қалада ешкімді танымаймыз, оқып отырып келдік, Алшын екеуміз. Сол кездің өзінде ол кісі ақыл айтып, жол сілтеп жанашып отыратын. Кейіннен ол кісінің балаларымен қызметтес болдым. 4 баласымен бірге қызмет жасадым. Рамазада Болат Рахманович, Мұрат Рахманович, Райыс Рахмановна мен
Кейіннен управлениеде Мұхтар Рахманович пен Гүлсарамен балаларымыз жолдас қылды. Сондықтан да менің өмірім ол кісілердің семьясымен тікелей байланысты болды деп айта аламын. Аналары өзіміздің анамыздай болып, басымыздан сипап, жұбатып, керемет ақыл айтатын кісі болды. Жатқан жерлері жайлы, топырақтан топқа болсын. Ол кісіні қалаға сіңген еңбегі деген ерекше. Бірақ ең жақсысы, ең кереметі, самый лучший награда народа дейді ғой. Ол міне халықтың артында, ол ешқандай артыққа тең келмейді. Өлді деген болама ойлаңдаршы, өлмейтін артында із қалдырған деп. Оны Абай атамыз айтқандай, ол кісі өзінің қызметтегі жетістіктерімен бірге ақылды, саналы, білімді, мәдениетті ұрпақ қалдырды. 6 баласы қандай, 2 жақсы отбасы болса Балқашта. Соның бірі осы кісінікі деп білеміз. Бізге үлгі болған шаңырақ. Балалар дегенің ешқандай ол кісілерден менменсіндік, көрмеушілік, еңбекқорлықтан басқа, адамгершілік пен жанашырлықтан басқа халыққа жаққан құлындары міне қаланың әжептәуір жерінде үлкеніміздің қазақмыста қызмет жасап, күрәші болса, үлкен аттың сыйлы кейінді болып, қабірді кейінді болып, Тараз қаласында өмір сүріп жатыр. Сондықтан да менің айтарым, осы ұрпақтарына Алла қуат берсін. Сендерге көп-көп рахмет, әкелеріңді еске алып, халықты бір серпілді тастадыңдар. Ол кісі қайтыс болғанда күлді қала, күңіренді, бәріміз жылап сықтап шығарсақ, осы дворец металлурговтан шығарып салып ол кісінің керемет рухтады. Сондықтан да ол кісінің аты ешқашан да өшпейді. Мәңгі халықтың жүрегінде деп білемін. Алла тағала бүгінгі берген астарыңызды қабыл етсін. Көп рахмет. Үлкен апам, әпкеміз Күләш осында Тараздан келіп отыр. 2 баласымен, немерелерімен енді сол Күләшқа сөз берейік. Армысыздар, осы бүгінгі біздің аяулы әкеміздің асына жиналған қалай барлықтарыңыздың алдында осы әкемізді еске алып, осындай жақсы сөз сөйлеп жатқандарыңызға сіздердің алдында басым дейін. Әкеміз біз үшін сондай асқақтау еді. Әр уақытта сіздер мені барлық жұмыс жағын айтып жатсыздар. Мен енді баласы ретінде мен алдында енді Күлсара марқұм болып кетті. Одан кейін үлкені мен ғой осы семьяда. Содан кейін Рая, одан кейін 3 бауырым. Құдайға шүкір, әйтеуір осылардың барына мені еске алып әкемізді ас беріп жатыр бауырларым. Енді мен кішкене алысырақ болғаннан кейін әйтеуір кеше ғана келдім. Мынау 2 баламмен 2 немеремді ертіп. Осылар енді көрсін. Мынау өзіммен де ұстаз болдым ғой 40 жыл. Сондықтан ойлаймын, мынау артында қалған мынау бір неден оқып едім. Біз ең соңғы ұрпақпыз, соңымыздан ешқандай ес қалмайтын деген. Өйткені неге? Бәрі телефонда. Барлығы жаңағы егер телефон кетіп жоқ болатын болса, жаңағы біздің суреттерімізде телефонда, әңгімемізде телефонда. Бұрын біз, мен енді осы жасқа келген жоқпыз ғой, биыл 70-ке толдым. Енді осы неған уақытта біз кішкентай кезімізде сол альбом арнадық, жаңа суреттер, папамыз үлкен альбом жасап әкеп берген әрқайсымызға. Соны жаңа жанұямызбен бәріміз жаңа суреттеріміз, солардың бәрі бар. Немерелерімді, шөберемді солармен таныстырып, жаңағы айтып отырамын көрсетіп. Ал енді мынау әкеміздің енді үй жаңағы айтады ғой, жақсы еркектің артында ақылды әйел тұрады деп. Сол мамамыздың да, осы папамның осындай болғанына, біздің анамыздың да еңбегі зор деп білемін. Қазір енді өзіміз сол апа болып, әже болғанда соны бәрін түсініп жатырмыз. Мамамыз папамыздың барлық жағдайын жасап отыратын. Жұмысқа барса да, үйге келсе де, одан кейін кішкентайымыздан мынау ең жақсы кез балалық шақ дейді ғой. Балалық шағымыз өте жақсы өтті біздің.
ол енді жаңағы совет үкіметі кезінде болса да жаңағы лагерьге барсақ та жаңағы неге демалысқа барсақ та жаңағы жаңа жыл болса папамыз өзі аяз ата болатын. Мамам жаңағы аяз атадан киім тігіп беретін, қалтасына жаңағы кәмпит салып беретін. Сол ана басқа жақтағыдай соңғы біздің үйде әйтеуір көп бүкіл жиендер, жаңағы туысқандардың балалары бәрі келіп біздің өзіміз абыр-сабыр болып бір жаңағы қызық болатын. Сонда жаңағы міне осы жерде кімдеріміз отыр ғой, нағашыларымыз қамыз отыр, қапасы отыр. Солар келіп жаңағы огородқа көмектескенде папамыз шығып айтатын: айналайындар, кішкене жұмыс істеңдер, кішкене дем алыңдар деп. Соның өзінде мен жаңағы осының бәрі бізге үлкен сабақ болды. Қалай өмір сүру керек, қалай не қылу керек екен, үлкен кісілермен қалай қарым-қатынас жасау керек екен. Жаңағы үлкен үйде қызмет істегеннен кейін өңкей үлкен кісілер келеді ғой үйге. Міне қазір ағатайымдар отыр ішінде. Сонда жаңағы ол кісілер әңгімесі жарасып, жаңағы бала ұқсап ойнап, әуелі асық ойнап кететін. Балалық шақтарын есіне алып. Соның бәрі ойлаймын біздің әкеміздің сондай қарапайым кісі болғанын деп. Сіздердің міне бүгін еске алып келіп отырғандығы мен қуанып отырмын. Сыртынан мынау осы балаларыма, немелеріме жаңағы мақтаныш қылып айтып жүремін өңкей. Сол жатқан жері жайлы болсын әкеміздің. Әр уақытта тек қана бүгін енді бір аунап түскен шығар. Папам да, мамам да, жаңағы бауырымыз Күлсара да барлығын біліп атады дейді ғой кісілер. Сол барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Мынау аз ғана ғұмырда сыйластық тілеймін. Қазір міне ойлап қарасақ, мейірімділік деген кетіп бара жатыр. Осындай жаңа жиналған неткен уақытта адамдар өзі байқалады. Сол мейірімді кісілер көп болсын деймін. Сол мейірімді кісілер болса, олардың балалары да, немелері, шөберелері де мейірімді болады. Ол енді тарихи шындық. Сол үшін мейірімден айырмай. Мынау барлығымыз өсіп, бір-бірімізге сыйласып, айтады ғой, бүгін барымыз ертең жоқпыз, бүгін барадым енді топырақ деп. Сол сыйластық қана қалады екен өмірде. Мынау жиған дүниең де, басқа да оның бәрі жайына қалады да. Сол осы сыйласып жүрейік. Міне бүгін өзім талай адамды көріп қуанып жатырмын. Талай адам осы пандемия болды әйтеуір. Міне 19 жыл соңғы келіп еді. Мына жерде осы классасының Руслан отыр, әлі бауырым. 50 жылдықты тойладық біз. Содан кейін келіп отырғаным осы. Пандемия болып кетті. Ал енді осы анда-санда келген уақытта сол сіздерді көріп, осындай әсіресе енді үйге келіп кетесің ғой. Бірақ осындай жиын болған уақытта, осындай барлықтарын жиналған уақытта мен өте қуанамын. Өйткені көп адамды көріп қаламын, көп адаммен амандасып, әйтеуір жүздесіп қуанамын. Сол бақытты болыңыздар, өсіп өне беріңіздер. Сіздердің де осындай бала шағаларыңыз, немерелеріңіз, шөберелеріңіз әр уақытта сіздерді еске алып, тірі кездеріне сыйлап, енді артынан баратын, жаңағы марқұмдардың артынан баратын тек қана дұға дейді ғой. Осы дұғаларымыз бәріміздің қабыл болсын. Үлкен табыстарға жете беріңіздер. Сол бақытты болайық.